бақыт деген бір адам үшін ол байлық болуы мүмкін, бір адам үшін ол сүйген жанына қосылу болуы мүмкін. Шынайы бақыт негізі адамдармен өлшенбейді енді. Шынайы бақыт ол Алланың берген сынағынан аман есен сүрінбей өтіп, Алланың сүйікті құлы болып қалу. Осыдан асқан бір бақыт жоқ деп ойлаймын менің ойымша. Негізінде сынаққа тек Алланың сүйікті құлдары ғана лайықты деген екен. Күндеріңіз жақсы. Жаңа боз арнада, жаңа вайб, жаңа күй, ол айтқан мен қайда. Барша қыздар қауымына айтар бір ақылым, ол құрметті қыздар, ақылды бол, иманды бол, және ар намыстарыңа берік бол. Себебі сендер үш адамның не жәннати не тозақи болуына себепшісіздер. Оның біріншісі әкелерің, екіншісі ағаларың, үшіншісі сенің Құдай қосқан қосағың. Сосын егер сендер жақсы болсаңдар, сендердің балаларың жақсы болса, сендердің тауарларының астына жұмақтың кірісі жасырылады. Осылай есте болсын. Бақыт деген бір адам үшін ол байлық болуы мүмкін, бір адам үшін ол сүйген жанына қосылу болуы мүмкін. Шынайы бақыт негізі адамдармен өлшенбейді енді. Шынайы бақыт ол Алланың берген сынағынан аман есен сүрінбей өтіп, Алланың сүйікті құлы болып қалу. Осыдан асқан бір бақыт жоқ деп ойлаймын менің ойымша. Негізінде сынаққа тек Алланың сүйікті құлдары ғана лайықты деген екен. Күндеріңіз жақсы өтсін. Егер сен дәл қазір ұйықтасаң, сенің армандарың сенің түсіңе кіреді. Ал егер дәл қазір тынбай әрекет етсең, білім алсаң, түсінсең айналаңдағы дүние, онда сенің арманың бәлкім болашақта болып қалар. Болсын, білім алу мен әрекет етудің азабы уақытша, ал әрекетсіздік пен білімсіздіктің азабы ертең кез келген жерде басыңа таяқ болып келеді. Сол үшін өзіңе керектіні біл, түсін, және де арманға қарай әрекет ет. Удачи, бүгінгі күндерің сәтті өтсін. Жалпы жетістік деген ол сенің әрбір қуанышың. Егер сен қуануыңа бір себеп болатын болса, ол жетістік. Адамның жетістігі ешқашан ақшамен немесе қағаздармен өлшенбейді. Адамның жетістігі айналасындағы адамдармен және де көзіндегі қуанышымен есептелінеді. Егер сен өзің жасай алмай жүрген істі жасасаң, немесе өзің армандаған дүниені тапсаң, немесе өзің армандаған жанмен бірге болсаң, міне бұның бәрі жетістік. Көбісі жетістік деп басқа нәрсені айтып жатыр. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Айналаңдағы жақсылықты, жамандықты ол саған байланысты. Егер сен жақсы адам болсаң, айналаңа жақсы адамдар жиналады. Ал егер сен жаман адам болатын болсаң, айналаңа өңшең ішетін, шегетін, өңшең нашақ, орыншындай адамдар жиналады. Егер сенің жасаған жақсылықтарың көп болса, саған жасалатын да жақсылықтар көп болады. Егер сен жасаған жақсылығың көп болып тұрып, бірақ көпшіліктен жамандық көретін болсаң, сен онда біл, бұл сынақ. Құдай қаласа, ақырет күнінде бұл жасаған жақсылықтардың сауабын аласың. Ол үшін қолдан келгенше жақсылық жасап жүрейік, жақсы сөздер айтайық. Күніміз жақсы өтсін, баршаңызға сәттілік. Бізде адамдар отырып алып, қолымда мынандай байлық болса, мынандай істері. Егер мынандай болғанда мен былай жасарым, өйткенде былай болар еді, өйткенде солай болар еді деген өкініштерін айтып, сондай нәрселер айтып жатады. Негізінде бұл нәрсе дұрыс емес. Бұл сөз күпірлік сөздің жазасы екен. Ауыр болады деп жатады. Мәжбүрінше ол сөзді айтпауға тырысу керек. Сөзді айтсаң сен әлсіз адамсың. Сен әлсізсің сол жерде.
жерде мына дұғаны сіз бір күнде 50 рет айтып үйренсеңіз, Аллах сізге салауат айтады және сол күніңізге береке береді. Бұл қай дұға? Аллахумма солли аля сойдина Мухаммадин ва аля али сойдина Мухаммад. Егер сен менің қолымнан барлығы келеді десең, мен сенімен келісем. Егер сен менің қолымнан келмейді десең, мен сенімен тағы да келісем. Неге? Себебі бұл сөзді сен айтып тұрсың. Адам баласы информацияны естіген кезде миы толығымен сигнализация орнайды, яғни толығымен жұмыс жасауды бастайды. Егер сен менің қолымнан келмейді десең, онда жаңағы ми толығымен ұйқы кетеді. Ал егер менің қолымнан келеді десең, онда ми толығымен іске көшіп, барлығын жүзеге асыруға мүмкіндік бар. Өмірде адамдар екіге бөлінеді, мықты және әлсіз болып. Әлсіз адамдар ортасы қандай болса, дәл сондай болады. Ортасында ішіп жегетіндер болса, ол да ішіп жегеді. Ал мықты адам деп, ол ортасында шегетіні бар, олардың барлығын түзетіп, оларды жақсы жолға шақырып, үндеу жасап, бір қалай айтсам, қандай қиындық болса, соған төтеп бере алатын адамдарды мықты адам деп айтады. Біздің қоғамда қазіргі таңда мықты адам деп тек денесі бар, мықты, жақсы сөйлесетін, спорттан хабары бар. Сондай адамдар айтып бейнелеп жатады мықты адамдар деп. Негізінде олар мықты адамдар емес, егер жаңағы ортасы қандай болса, дәл сондай жүреді. Мықты күшті адамдар ортаға барып түзелмейді, олар барып ортаны түзетеді. Айтады ғой көп жағдайда доссыз өмір бос деп. Шынында да мына өмір керемет өмір, бірақ дос болмаса қиындау. Бірақ кез келген адам дос бола алмайды. Миллионнан бір немесе мыңнан бірі дос бола алғандығы жай ғана жолдан келіп жолдан қосылады. Әркімге бір сене берудің қажеті жоқ. Сен үшін дайын болатын, әрқашан сенімен бірге жүрген бір ғана дос болады. Сол достарымызды бағалай берейік, айырылып қалмайық. Бәлкім сен миллион досың болмауы, 100 досың болмауы, бірақ 100 достың 99-ы жолдаста, ал біреу ғана шынайы. Ол досың сен қиналғанда да көмектеседі, барында да жоғында да жанында болады. Сен мейлі алыс жолда қалып кетсең, қолынан келгенше өзінде болмаса да өзгелерден сұрап беруге тырысады. Барын аямайды. Время давно прошло, и ты забыла все, и черный мерин тот у дома твоего. Алла дәуден шаршама, тілің тас болып қалса да, біліп білмей жасаған кінәларың қаншама дейді. Бір адамдар осы күнге зар, ал сен осы таңда атқыздың. Шүкір де. Алланы еске алсаң, Алла сені еске алып, осы күніңе береке беріп қояды. Шайтанды еске алсаң, шайтан күні бойы сені азғырады екен. Махаббат деген не жалпы? Махаббат деген ол шекарасы жоқ, шектеуі жоқ, үлкен сезім ғой. Алайда осы махаббат екіге бөлінеді. Оның біріншісі жаратушыға, екіншісі жаратылысқа деп. Жаратушыға деген махаббатқа Аллах Тағала, оның пайғамбарлары және де олардан түскен кітаптар, сахабаларға, мысалы, сосын ата-ананың разылығы, Алланың разылығы деп көрсеткен біздің ата-анамыз жатады. Ал жаратылысқа деген махаббатқа ол бауырларға, туыстарға, және сүйген жарыңа, өнерге, білімге деген махаббат. Осылар барлығы жаратылысқа жатады. Жаратылысқа деген махаббатқа жатады. Ал біз рас, жалған деп, мағыр топтарға бөліп, оның махаббаттың түрі көп деп дұрыс емес қой.